Қазір таңғы 8:30. Біз Жансая екеуміз Кёнбокдонға бара жатырмыз. 어느 날 내게 신동민이 질문했지 만약에 너가 눈을 감았다 뜬 순간 2004년으로 휘릭 학교 가는 버스에서 졸다 깨었고 또 그 순간 Вообще бір тірі жан жоқ. Себебі қазір Чусок. Чусок дегеніміз не, Жансая? Ол Корей халқының бір жылдағы ең үлкен мейрамының біреуі. Біз қазір метродамыз. Міне біз бекеттен шықтық. Ал. Керемет. Негізінде біз бірінші рет келдік бұл жерге. Өзіміз де күтпедік осы. Қазір қақпа ашылу салтанаты болып жатыр. Ханның уәзірлері болу керек. Иә. Сәлем, бүгін бізде бірінші бейне блог. Біз қай жақтамыз? Кёнбокдон. Өкінішке орай мынаның ішіне кіруге болмайды. Біз қазір хан сарайының ішіндегі бақшадамыз. Көздің жауын алатын табиғат. Керемет. Ханның өзі тіпті аралап көрмеген шығар. Барлық отбасылармен бірге келіп, мына жерге суретке түсіп жатыр. Сосын киімдер киеді. Ханбок деп айтылады. Өздерінің ұлттық киімдері. Қазір біз қай жердеміз? Кимпаптың жұмағы. Иә. Мына біз мынандай кимпап, мына білмеймін не. Это попкимпап. Біз өте қатты шаршадық, қарнымыз ашты. Міне мынау кимпап. Кимбалды, пап. Мынау ашы, мынау да ашы, бәрі ашы. Өте дәмді. Сәлем, достар. Кёнбокдонда жүрген кезде сіздермен қоштасуға ұмытып кетіппін. Сол үшін қазір мен бөлмемде түсіріп отырмын. Егерге осы бірінші бейнеблог сіздерге ұнаған болса, ұнайды белгісін басыңыздар, және пікірлеріңізді төменде жазып қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз және ұсыныстарыңыз болса, астыға қалдырып кетіңіздер. Келесі екінші бейнеблогта кездескенше.